Сәлеметсіздерме? Мен номер 3-ші Мәртөк жалпы орта білім беретін мектебінің 10-шы А сынып оқушысы Калменова Нейлян. Мен табиғатты сүйетін, оны қорғауға шақыратын жас экоблогермін. Менің мақсатым адамдарға экологияның маңызын түсіндіру және табиғатты аялауға үндеу. Әрбір ағаш, әрбір тамшы су біздің болашағымыз. Сондықтан мен өз блогым арқылы баршаңызды табиғатты қорғауға, қоршаған ортаны таза ұстауға шақырамын. Өйткені таза табиғат жарқын болашақтың кепілі. Менің жобам табиғатты қорғау жолындағы кішкентай, бірақ маңызды қадам. Сәлеметсіз бе ағай, сіз қайта өңделген өнімдерді қолданасыз ба? Сәлеметсіз бе, әрине қолданам. Мәселен, баклажканың қиындыларын көркем еңбек сабағында оқушылармен соны кесіп, одан ши тоқимыз. Ол шиді ертең жаздың кезінде қиярдың сабақтарын немесе жүзімнің сабақтарын өсіру үшін пайдалануға болады. Өте керемет, рахмет. Апай, табиғатты қорғау үшін сіз күнделікті қандай іс-әрекеттерді орындайсыз? Мен табиғатты қорғау үшін ең алдымен тәрбиені өзімнен бастар едім. Сосын жаңағы балаларыма, оқушыларыма осындай тәртіпті берер едім. Негізі айтады ғой қазақта, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп. Сондықтан ұрпаққа осындай тәрбие беруді мен насихаттаймын. Қоқыс қалдықтарын қайта өңдеудегі экологиялық маңызын білесің бе? Қоқысты қайта өңдеудің пайдасы ол қоқысқа екінші өмір сыйлайды және ол табиғатқа пайдасы өте зор. Және біз ол қоқыстардан басқа да заттар жасай аламыз. Жарайсың, рахмет. Раяна, қоқыстарды қайта өңдеу жобаларына қатысқың келеді ме? Әрине, табиғатты қорғау біздің міндетіміз. Әрине, қатысқым келеді. Жарайсың, жауабына рахмет. Жалпы мен өзім экоблогер болғандықтан, мектептегі оқушыларды түрлі бұйымдарды жасауға шақырамын. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде осындай коробкадан жасалған ойыншық машина. Бұның барлығы біздің мектеп оқушыларымыздың жасаған керемет бұйымдары. Мінекей, осындай әдемі велосипед. Қандай керемет, қараңыздаршы. Қорытындылай келсек, табиғатты қорғау әр адамның міндеті. Қоқысты дұрыс жинап, қалдықтарды қайта өңдеу арқылы біз болашағымызды сақтаймыз. Әр кішкентай қадам үлкен өзгеріске бастайды. Сондықтан достар, табиғатты аялаңыздар, қоқыс тастамаңыздар және экологияны бірге қорғаңыздар.